Барлығына сәлем. Бүгін тауықтан жасалатын 15 минуттық кешкі асты жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен тауықты кішкене бөліктерге бөліп аламыз. Және де сарымсағымызды ашып, майдалап, турап аламыз. Ендігі кезекте табағымызға май құйып, қыздырып, үстіне тауығымызды саламыз. Тауықтың етінен су буланып ұшу керек. Одан кейін барып, сарымсағымызды салып араластырамыз. Енді жылдам тамағымызға қызанақты тураймыз. Қызанақты мейлінше орташа қылып турап аламыз да табағымызға саламыз. Қызанақ өзінің суын береді. Әдемі түс болғаннан кейін үстіне 2 қасық қаймақ саламыз. Және де кішкене су құямыз. Барлығын араластырып 5 минуттай бұқтырамыз. Енді өз қалауларыңыз бойынша көк шөптер, укроп, петрушкаларды сепсеңіздер болады. Және де ірімшікті үккіштен өткізіп салсаңыздар болады. Неке 15 минутта тез жасалатын тауықтан жасалған кешкі ас дайын болды. Кез келген гарнирмен қосып берсеңіздер болады. Тағы да осындай жеңіл рецепттерді менің каналымнан көргілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліңіздер. Сау болыңыздар.